Братишка, сейчас ждешь, пожалуйста? Сейчас ждешь? Сейчас? Я. На русском говоришь, не пойму. Я говорю, сейчас ждешь? Что? Сейчас показалось. И сәлем достар, сіздермен бірге мен Жақсыбай. Достар, сіздерге мен дерзкий қазір. Дерзкий канал айтып кеткім келіп тұр. Ера дейтін братишкамның. Міне канал тұр, өзің кірде тіркеліп кет. Ол маған қолдау. Сендер қазір жақсы болып тіркеліп кетсеңдер, алдағы видео өздерің білесіңдер қандай видео екенін. Итімді ұрғашымен кездестіру. Так что давай тезек тіркеліп кет, мені қолдап кет, менің інімді қолдап кет. И мықты видео шығады. Приятный просмотр. Давайте. Кстати, каналы на астыда сілтемесі тұр, ссылкасы. Давайте. Өте күшті вареники. Достар, бүгін мен 10 километр жүгіретін боламын. Бірақ мен дуракпын. Өткені мен тамаққа тойып алдым. Қандай адам тамаққа тойып алып, тем более 10 километр жүгіреді? Қандай адам, айтшы? Какой дурак так делает? Целый день тамақ ішіп, жаңа жылтпа жеп алдым. Енді вареники. Но бізге оны компенсировать ету керек. Біз как-то енді вес лақтып тастау керекпіз ғой, тамаққа тойып алсын. Сондықтан мен қазір барамын да мұртты алып тастаймын да. Киініп аламын да. 10 километр жүгіремін, ал енді кеттік. Дала ыссы, міне көрініп тұр, мына жерде 29 градус. 29 градус. Не істейміз соны. Мына мұрт заколебал уже ғой. Камераға түскесен мына мұртты қойып тастайшы. Нервға теп тасқа қарамай қазір. Мұрт бар, енді қарай. Мұрт жоқ. Вот, в общем, қырын тасадық. Кеттік. Енді мен походу шортымен шыға беретін шығармын осыны. Қолға сағат киіп алу керек, самый главный. Фитнес сағатты, неше километрді көріп баратын. Блин, 10 километр енді. Қиын болатын сияқты, прям сезіп тұрмын бар ғой. Давайте, тезет істеп тастайық. Мен сізге уәде бердім, сіздер 1000 лайк жинадыңыз, менің уәдемді ұстаймын. 10 километр сіздер үшін. Сіздерді ойлап, маған оңай болады, деп қоймын. Қазір стадионға жеткеннен кейін сағаттан километрді қосамыз да 10 километр жүгіретін боламыз. Просто осының алдында опрос деген болатынмын. Мына жерде опрос шығарып қоямыз. 3200 адам голосовать еткен ғой, примерно, прикинь. Оның где-то бір почти 80% я жүгірді. Ол деген уже 2500 адам. Қалай мен 2500 адам өзімнің оқырмандарын тыңдамаймын. Тем более өзім айтып қойдым, обещание беріп. 1000 лайк жинасақ жүгірем деп. Оңай болмайды. Жілей береді дейсің ғой видеоға. Так, давай жетіп алайық тезет стадионға. Қолда қатық бат, ішінде мұз тұр еще. В общем, мне осы жерде мен жүгірем. Күн ысыда келгенім бір плюсы. Вообще дым адам жоқ қой, рахат әйтеуір. Таптық әйтеуір камера қоятын жер. Так, достар. Кім бірінші выпусты көрген жоқ, міне үстіге қойып кетем ссылкасын. Осыған өтіп қарай аласыңдар, короче. Не видео ке. Өйтіп өтірік соғыда бар ғой, сіздікі болмайды ғой. Сіз өтірік неғылы соғып. Біз көрдік қой. Сіз көргенде, сіз көрген жоқсыз ғой, сіз көргенде көрдіңіз ғой. Не, көрдің. Экстремалды экспериментті айтып едім, осының алдында. Мынау действительно экстремалды эксперимент болады шығар. Өткені күн ыссы, 30 градус, 10 километр. Так, сағаттан қосамыз қазір. Трекерман алайық жаңа жүгіретінде. В общем, міне бег дегенді таңдаймыз. На старт. Внимание.
И марш, короче. Каждый километр сайын маған, короче, қолыма вибрация зыт деп. И мен сендерге 1 километр сайын кездесіп өзіме ощущениемді айтып отырам ғой енді, в общем. Так, нормально, андай райымның күшті өлеңдер қоя алмайды шығарым, өйткені авторский правамен контентті заблокировать могут. Да и монетизацияны жеп қояды, сондықтан кеттік бір нашарский өлең қосып қойып жүгіреміз енді, давайте. Кеттік ал. Достар, міне 1 километр өтті жаңа ғана. Вообще тяжко, по идее. Күн ысса, сосын деген сен еще өз-өзіңді видеоға түсіру керексің. Камераны анда қоясың, мұнда қоясың. Алаңдайсың да. Сосын көптен жүгірмегесің. Плюс 92 килограмм. Қиын вообще. Обязательно лайк бас, каналға тіркеліп кетіңдер, достар. Ал мен кеттім. Алды енді тағы да осылай 5 рет жүгірсем 10 километр болады. Кеттік дальше. Round 2. Үш километр. Енді почти 3 есе қалды. Құтта қалды жігіттер. Кеттік. Төрт километр. Достар, 4 километр жүгіріп тастадық. Уже қиындап барады жайлап. Сосын сендерге айтайын дегенім, менің видеоларын прикинь, 80%, почти 80% адам без подписки қарайды екен. Так что тіркеліп кет. Алдағы уақытта вообще мықты видеолар шығады. Обязательно тіркеліп кет, досым, бауырым, маған поддержка ғой. Ё-моё, жақсы контент шығады. Бес километр, достар. Енді тағы да 5 километр қалды, болды. Ну, блин, осы жол как никогда қиын, прикинь. Алдында олай қиын болмайды. Блин, 10 килограмм білмеймін жүгіре аламын ба. Тяжко. Күн ыссы, прикинь, 27 градустан қыранда. 27 градус. Прям күн деген бетіме ұрып тұр ғой. Міне мына күн. Ал енді кеттік дальше. Round 3. Километр. Аяқ деген мозоль вообще қырып жатыр жестко. Невозможно жүгіру. Ауыртып отыр, пиздец. Вот, короче, жетіп жатыр. Міне көріп тұрсыңдар ғой өздерің. 6 километр 980 метр жүгірдім. Ойлап қалып жүрмеңдер, сынып қалды анау-мынау деп.
Ну, аяқты вообще прям жестко қыртысады. Действительно, ауада жоқ. Оңай деп айта алмаймын, действительно қиын. Блин, алдында да 7 километр, қазір да 7 километр. Өзім сөзіме тұрмай отырған сияқты болып тұрмын, кәдімгідей бар ғой. Бірақ мен сіздерге сөз бердім ба? Значит, жүгіреміз 10 километр. Кеттік. Тяжко, братан. Шешініп тастадым, кішкене оңай болсын деп. Нереально қиын. Прям через силу жүгіріп жатырмын ба. Ойлап едім оңай болады деп. Бұл қиын екен жігіттер. Так что обязательно подписка, лайк. Заслужил, надеюсь. Как минимум сөзіме тұрған үшін. Бірақ әлі 2 километр бар. Жүгіріп тастау керек. 9 километр жігіттер. Соңғы километр қалды. Добьем. Чуть-чуть қалды. Чуть-чуть. Достар, 10 километр. 10 километр. Біз істедік. Офигеть. Біз бітірдік. Это было. Бұл тяжко болды, братан. Бұл реально тяжко болды. Әңгіме шаршауда емес, но шаршау тоже. Нормальный кроссовки шығыңдар, ұзақ дистанция ашатын болсаңдар. Аяқтың бәрін қажап тастады намазаль. Это было тяжко. Достар, спортпен айналасыңдар. Как всегда сендерге айтатын, шекпендер, ішпендер, жемендер. Только спорт, нормальное питание. Потом өздерің қиналасыңдар. Да, не айтам сендерге. Сөзімде тұрдым, без конца айтып қоймаймын деген. Менің каналыма подпишитесь деп. Обязательно каналға подпишитесь, кто не подписан. Ана қызыл кнопканы сорғылып тастаңдар. Лайкты басып кетіңдер. Комментарий жазып кетіңдер. Наконец бітті. Осың алдында мен 7 километр жүгірген кезде айтқан едім сендерге. 1000 лайк жинап тастаңдар. Сосын мен 10 000 километр жүгірем деп. Мен ойлаған жоқпын сендер бетті жинайды деп. Но енді сендерге айтатын, достар, 5000 лайк болса, мен 15 километр жүгіретін боламын. Сол. Сендерге ол дым қиын емес. Ал мен сендер үшін контент істеймін. Давайте мен отырып кішкене демалайын, шаршадым.